Математика. Сабақтың тақырыбы қозғалыс бағыты. Оқу мақсаты бастапқы орнын, бағытын, қозғалысын анықтауды айқындайтын нұсқаулыққа сәйкес әрекет ету. Оқулығыңдағы бірінші тапсырмаға назар аудар. Жолды түсіндіріп жазуымыз керек. Суретке назар аудар. Қарауылдың үйіне қалай баруға болады? Үлгі. Тура жүреміз. Көлшікке жеткен соң солға бұрылып жүреміз. Ағаш түбіртегіне жеткенде тағы тура жүреміз. Гүлзардан оңға бұрылып жүреміз. Ақ қайынға қарай тура жүреміз. Үйде көрінді. Енді сәл солға жүріп, енді тура жүрсек үйге жетеміз. Дәл осылайша биік қарағайға дейін қалай баруға болатынын жаз. Суретке мұқият қара. Тура, оңға, солға деген сөздерді пайдалан. Тапсырма. Сен мектеп қақпасының алдында тұр едің. Бейтаныс біреу сенен көмек сұрады. Оған ауылдық емхананың қайда орналасқанын түсіндір. Қалай түсіндіргеніңді дәптеріңе жаз. Қырық алтыншы беттегі екінші тапсырма. Фигуралардың қабырғаларын өлше, периметрін тап. Есіңе ұста. Фигуралардың төбелерін латынның бас әріптерімен белгілейді. Оларды А, Б, С, Д, Е, H, K, F, L, N, М деп таңбалайды. Есепте. Өрнекті баған түрінде жазып, дұрыс есептейсің деп сенемін.